Міне, адамзат тарихындағы ең ауыр қантөгіс соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл толып отыр. Елімізге оңайлықпен келмеген ұлы жеңістің қадірі бәрімізге қымбат. Кеңес одағының миллиондаған әскерімен бірге қазақ жауынгерлері де ұлы отан соғысына қатысып, бастарын қауіп-қатерге тігіп, ұрпақтарының амандығын сақтау үшін аянбай соғысты. Отанымыздың болашағы мен тәуелсіздігін қорғауда ерлік пен қайсарлықтың үлгісін көрсетті. Сондықтан да отан үшін жан қиған ата-баба, ана әжелерімізді еске алып, олардың рухтарына бас иіп тағзым ету бүгінгі ұрпаққа парыз. Осы жеңіс күніне байланысты Сәтпаев қаласының орталық кітапханасында ұлы отан соғысы ардагерлерінің ерлігін насихаттау, оларды құрметтеу мақсатында желбірейді жеңіс туы атты кітап көрмесі ұйымдастырылды. Қазақ жауынгерлері ұлы отан соғысы майданында атты бұл кітапта Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин, Нұртас Оңдасынов, Әзілхан Нұршайықов тағы басқалардың естеліктері мен пайымдаулары берілген. Аталмыш еңбекте қазақстандықтардың ұлы отан соғысының жеңісіне қосқан жалпы үлесі жайында зерттеулер мен тарихи құжаттық материалдар жинақталған. Халық қаһарманы, партизан отрядының командирі, жазушы Қасым Қайсеновтың жау тылында деп аталатын осы кітабында Украина, Молдова, Венгрия жерлерін жаудан азат еткен партизандардың жанқиярлық ерліктері суреттелген. Журналист Тілеу Көлбаевтың «Бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін» атты бұл кітабында елбасына күн туғанда тылда тынымсыз еңбек етіп, соғыс қиындықтарына төзе білген, ұлы жеңіске лайықты үлес қосқан Қазақстан еңбекшілерінің патриоттық істері жайлы сөз етіледі. Кітап мұрағат құжаттары мен соғыс және тыл ардагерлерінің естеліктері негізінде жазылған. Ғибратты ғұмыр кітабында сұрапыл соғыста арым жанымның садағасы деп ұлт намысын қолдан бермеген, жау ұясы Берлиндегі Рейхстагқа жеңіс жалауын алғаш тіккен Рақымжан Қошқарбаевтың өмір жолы және басқа да оқиғалар шебер әңгімеленеді. Арулар отты жылдарда атты бұл кітапта Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Мінуара Набиева, Мүслима Дайрабаева, Рахима Иралина тағы басқа аяулы да батыр қыздар жайында баяндалады. Олардың отан үшін жаулармен аянбай күрескен батырлықтары айтылады. Панфиловцы деп аталатын бұл кітапта ардагер панфиловшылардың соғыстағы ерліктері жайында естеліктер жинақталған. Бұл жазбада Алматыда құрылған атақты дивизия жайында айтылады. Панфиловшылардың құжаттары мен хаттары берілген. Кітап көрмесін аяқтай отырып, баршаңызды ұлы жеңіс мейрамымен құттықтаймыз. Келешек еліміздің дархан даласы кең, аспаны ашық болсын. Ешқашан жауынгер ерлігі мен тыл ардагерлерінің еңбегі ұмытылмайды.